Бәріне сәлем, сабаққа қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз интервью формат рилсті қалай жасаймыз. Яғни интервью формат дейді, подкаст формат дейді. Көпшіліктеріңіз көрген шығарсыздар сондай форматтарды. Видеода өтірік микрофонмен тұрады да, как будто біреуге сұхбат беріп жатыр. Енді барлығы түсіне кетті ғой деймін, что негізі о жақта сұхбат беріп жатқан жоқ. Немесе болады кейде шынымен де сұхбаттан, бір подкасттан видеоларын алынады да, солай салынады. Бірақ байқасаңыздар, осы экрандағы көріп отырған бізде Ақбота ханым бар, басқаларын кішкене мен білмеймін, бірақ дәл сондай форматта түсіреді, көргенсіздер. Бұлар енді чисто сондай форматта осылай рилстарға түсіріп, салып, дайындап, осылай қаралым жинайды. Өте көп қаралым жинайды бұндай видеолар. Осы сабағымызда бізде соны үйрене кетеміз. Өте оңай формат, страшно көп қаралым жинауға болады бұл жерден. Нюанстарын айта кетемін и барлығын түсіндіре кетемін. Қалай вообще бұны құрастырамыз. Енді, достар, ең алдымен, ең басында енді мен сіздерге өте көп пайдалы ақпараттарды беремін, шаршамай. Бұның алдында тегін сабақтарды салдыңыздар, комментарийдің бәрін оқыдым, мен шабыт содан аламын. Осы видеоға, осы бастап жатқан кезде, лайк деген бар ғой мынандай, соны баса салыңызшы бір рет. Көп рахмет, басып жіберсеңіз. Паузаға баса тұрыңыз, паузаға қоя тұрыңыз да, баса салыңыз. Сонымен бұл сабақта не үйренеміз? Ең алдымен псевдосұхбат дедім, енді подкаст форматты қалай жұмыс істейді жалпы, неге қаралым жинайды, неліктен бұндай видеолар миллиондаған просмотр жинайды, осындай видеоны өзің қалай түсіруге болады, қалай құрастырамыз, қалай жасаймыз, және қандай тақырып таңдау керек бұл жерде, мысалдармен практикалық талдау жасаймыз. Жалпы мен сіздерге разбор ретінде кішкене сондай видеоларды қарастырып айта кетемін. Жалпы ақпарат бергеннен кейін міне түсіне кетеміз. Осылай екен ғой деп барлығын түсіне кетеміз. Енді жалпы бұл енді басында айтқандай сұхбат формат. Жалпы сұхбат сияқты болып жатыр, как будто. Негізі бұл ешкім ана жақта сұрақ қойып отырған жоқ, ведущий жоқ ана жерде, және бұл подкасттан бір алынған емес, көбінесе сондай. Бірақ бар, қайтадан айтайын, бар андай кәдімгідей подкасттардан алып өзінің подкастымен салады сол материалдың кусочектерін. Бірақ мына жерде формат сондай. Сосын бірден айта кетейін, бұл деген алдын ала дайындалған формат. То есть тақырып таңдалған, не деп айтамыз деген таңдалған, бірнеше дубльда болған сол жерде шығар. Бір жерде айтып жатқан кезде керісінше, немесе дұрыс айтпай қалса қайтадан түсіріп істелінеді сондай формат. Көбінесе студияда түсіріледі, студияны прям жалдап, мына кісілердің үйлері емес точно, мына жақта подкаст студия бар, сонда жерден түсіріледі. И ең басында айта кетейін, достар, бұндай форматты негізі міндетті емес студияны жалдап, сол студияда түсіру. Міндетті емес. Мен дәл сондай видеоны да осы форматта түсірдім, қазір оны түсіндіре кетемін, айта кетемін. Так что ойламаңыздар, все студия, значит, жалдау керек деген сияқты енді сондай түсіреміз. Жоқ. Ондай нәрсе жоқ. Тақырыпты дұрыстап таңдап назар аудартсақ, осы формат, осы айтылып жатқан андай резонанс нәрселерге шығарып жатсақ, қаралым жинайды. Хоть машинеде отырып түсірсеңіз де, хоть үйде майкымен отырып айтып отырсаңыз да, ол жинайды. Енді тағы бір моментті түсіндіре кетейін дегенім, бұндай роликтер әлі де қаралым жинайды. Бұл кейде адамдар ойлайды, что бітті. Мынау барлығы үйреніп кетті, жалық кетті деген формат деп. Жоқ, әлі де адамдар түсіреді, тағы да қаралым. Ол жинай береді. Просто бұл форматқа адамдар қатты уже үйреніп қалды. Енді сізде осындай форматта да спокойно түсіріп саласыз. Тағы бір нәрсе қосып кетейін, ұмытпай тұрғанда. Бұл форматты үйреніп алғаннан кейін, негізі сіз өзіңіздің салаңызда енді эксперт болып жатсаңыз, тура осылай түсіріп сала аласыз. Опять не обязательно подкаст студияда. Сосын екіншіден, мүмкін сіз SMM маманы ретінде бұл видеоны көріп отырсыз, сіз деген уже инфопродюсер ретінде, сондай қазіргі кезде мамандық бар, өте көп ақша табады. Осындай тақырыптарды тауып беріп, бүгінгі айтылған жаңағы тәсілдермен сондай тақырыпты тауып беріп, сізде спокойно сондай эксперттердің видеоларын түсіре алатын боласыздар. Ол жақта өте көп ақша табуға болады. Енді міне жаңа айтқандай, мен де өзімнің видеомды осылай түсірдім, провокационный видео болды, әрине студияда емес, бірақ машинеде отырып түсірдім. Қазір кішкене тақырыпты айта кетейін, бірақ сосын соңында мен түсіндіре кетемін, осы не себеппен ол қаралым көп жинап кетті. Бұл жерде мен вообще SMM-ға қатысы жоқ туралы тақырыпты салдым. Яғни менің парақшам
SMM жалпы парақшаны жүргізу, рилста қалай көп қаралым жинаймыз, енді көрген шығарсыздар, білетін шығарсыздар менің парақшамды. Мен бұл жерде алдымда вообще әйелім туралы айта кеттім. Мен бір кезде әйеліммен кішкене енді ұрсысып дауласыз емес, настроениесіз үйтіп шығып кеттім де, сосын үйде кілтімді қалдырып кеттім офистің. Сосын қайтып бара жатқан кезде ойладым, қой, бұндай көңіл күймен бүгін жұмысым жүрмейді дедім де. Жолда келе жатып бисквитке кірдім де, бір пирожный, өте ұнататын пирожный бар Аймканың, соны сатып алдым да әкелдім де бердім. Ол да қуанды, бір-біріміз сүйіп, сонымен сөйтіп шықтым. Шыққаннан кейін машинеге отырып ойладым, қой, мынаны сала салайыншы, как раз кішкене іздеп жүрген эмоционалдық осындай форматтағы видеоны. И не деп айттым? Мен видеомда айттым. Мына видеом 1,4 миллион қаралым жинады. Міне қарап отырсақ қаншама репост бар, сақтау бар. Қазір түсіндіре кетемін неге. Мен айттым, үйден шыққан кезде ешқашан әйеліңізбен ұрысып шықпаңыз. Ешқашан. Себебі ұрысып шықсаңыз, сіздің бүкіл күніңіз быт-шыт болып кетеді, ешқандай сәттілік болмайды, сол күні жұмысыңыз жүрмей кетеді, нетпей кетеді, битпей сөйтіп кішкене айтып түсіндіре кеттім бұл видеода. Бұл видеоны, конечно же, әйел қауымы қатты ұнатады. Және керісінше, көтере алмай қалған осындай ақпаратты жігіттер боқтап бірдеме жазады. Ондай да болды. Боқтап деген жазғандар болды. Бірақ көбінесе әйел қауымы қатты қолдады. 989 комментарий болды. Жазып, ой, осындай жігіттер көп болса екен, анау-мынау деген сияқты. Негізі мақтану ретінде шығармаймын мен бұндай нәрселерді. Бірақ осы форматты көрсетейін деп, сіздерге де жеткізейін деп, міне осылай істеуге болады деген сияқты 1,4 миллион қаралым спокойно жинап кетті. Ол деген менде где-то бір апта ма, 2 аптаның ішінде жинап жүрді. Бір күннің ішінде 100 мың, 200 мың бірақ қаралым жинады, сөйтіп өсіп 1,4-ке дейін жетті міне. Статистикасы тұр мына жерде. Видео менің парақшамда тұр. Енді қазір бір-бірден түсіндіре кетемін, ары қарай неге бұндай форматта видеолар көп қаралым жинайды. Жалпы неге бұндай формат қаралым жинайды? Ең біріншісі формат бұл адам ақылды нәрсе айтады деп қабылдаймыз. То есть все равно біз подкасттағы бір студийныймен бірдеме сөйлеп жатқанын қарасақ, адам деген бірден қарайды, и бірде бізде мозг, біздің миымыз сразу сигнал береді. Мынау қазір бірдеме ақылды сөйлейін деп жатыр ғой деймін деген сияқты. Бұл ең басында қатты жұмыс деген. Ең басында адамдар жаңа бастайын деп жатқан кезде осындай форматты. Сонда біз ойлайтынбыз, мынау сұхбат беріп жатыр біреуге, бір ақылды бірдеме нәрсе айтып жатқан шығар деген сияқты. Ол қазіргі кезде кішкене адамдар үйренді де, олар уже былай қарайды. Мынау тупо өтірік подкастта бірдеме айтып жатыр ма деген сияқты. То есть уже кішкене жаңағы ең басындағы бізде видео форматты осындай көрген кездегі назар аудартуы төмендеп қалдық, сәл төмендеді. Бірақ әлі де жұмыс істейді. Сол себеппен адам деген бір подкастта как будто отырып бірдеме ақылды сөйлеп жатқан сияқты. Сол себеппен жинайды. Бір себептердің бірі, дәл содан емес. Енді қайта кетейін, значит студияда түсіру керек деген нәрсе жоқ, если что. Келесі 3 секундта қызықтырып үлгереді. Күшті назар аудартады мыналар бар ғой. Разбор жасаған кезде түсіндіре кетеміз және қалай бізде назар аудартатынын айтамын. Сосын тақырып, провокациялық тақырып андай емес. Бүгін мен сіздерге өзімнің бір жағдайымды айта кетейін. Мен осындай жыл осы жерде оқыдым, биттің сөйтің сіз туралы емес. Мына жерде бір көпшіліктің проблемасын айтатын, немесе бір ұстаныммен жүретін адамдар болады ғой, соны бұзып жіберетін нәрсе тақырып таңдалады. Қазір тақырыпты таңдаған кезде де түсіндіремін. Сосын адамдар өздерін қорғағысы келеді, немесе жынданады осындай. Байқайтын шығарсыздар, араларыңызда бар шығар, осындай форматтардан шаршағандар да бар шығар, көрген шығарсыздар. Енді көрермен ретінде, контент-мейкер ретінде емес, көрермен ретінде. Ол кейде андай нәрселерді айтады, страшный нәрсе, например, махрге, ойбай, махрге мен осындай ақша сұраймын, былай нетем деген кезде жігіттер жинанады, әрине. Қыздар да кейбіреулер жазады, нетеді. Көбінесе сол жақта енді көтере алмай бір травмасы бар балалар жазып нетіп кетеді. Балалар деймін, настоящий еркек ондай жерде ештеңке жазбайды, менің ойымша. Вот, пожалуйста, тақырып, пожалуйста, мынандай да резонансный тақырып. Менде шығып мына жақта подкаст ретінде айтып жатсам, негізі мықты жігіттер осындай жерге мынандай комментарий жазбайды. Олар жазса, ол жігіт емес, ол кішкентай, әлі де кішкентай бала. Вот, пожалуйста, мынаны да шығарсаң қазір, пуф деп кетеді. Жігіттер бұндай ақпаратты көтере алмай қалады, өзін қорғасыз келіп, жоқ, ондай емеспін, мен андаймын, мен бала емеспін, мен комментарий жазам, бірақ ондаймын деп кетеді, короче. Онда қазір түсіндіремін.
бәрін түсіндіремін дейді. И комментарий жазады. Әрине комментарий жазады, достарына да жібереді. Ал комментарий жазу, достарына жіберу, видеоны соңына дейін көру деген нәрселер біздің видеомызда көп қаралым жинауға шансын көтереді. Сол себептермен. Енді бір-бірден қарап кетейік. Ең біріншісі ол тақырып. Видеоны қалай жасаймыз? Үш нәрсе керек, иә? Үш нәрсе керек. Ол тақырып, триггерлік тақырып болу керек. Яғни осы бір жаңа айтқандай бір адамдар бір ұстаныммен жүреді. Даже вот таксисттер, иә, такси айдап жүреді күніне нетіп бүйтіп, енді такси ретінде әртүрлі болады. Кейбір жұмыстары бар, кішкене таксовать етіп жүреді, кейбірдің прям олар стиль жизни бар ғой, прям такси ретінде. И таксист туралы бірдеме жамандап кішкене айтсаң, все, олар сразу жаза кетеді, бүйтеді. То есть триггерный болу керек. Қазір біз мысалдармен көре кетеміз. Сосын екіншісі алғашқы сөздер жалпы назар аудартылу керек. Бірден ұстап қалу керек назарды. Ең басында менің атым анау мынау деген басталмайды. Сразу нақты тақырыппен бірден бастап кетіледі. Үшіншісі съемка мен монтаж. Қысқа, нақты және эмоция қоссақ та жақсы болар еді. То есть монтаж ол жақта өте оңай монтаж. Просто айтылған нәрселерді бір-біріне құрастырып қою, музыканы фонға қою, иә, анандай радиоға фон деген бар ғой, ана. Енді самый знаменитый, мен қазір оны өлең айтып нетпей қояйын, тем более ол жақта сөз жоқ. Сол бар, сосын субтитрі қойылады, болды. Все. И көбінесе 1 минутқа, немесе 1,5 минутқа сыйғыздырады сол ақпаратты. Болды. Шақ нәрсе. И тағы бір актер болудың қажеті жоқ. Қандай эмоциямен енді шығарып кішкене айтып жатсақ, еще уверенно сөйлесек, байқайсыздар ғой, олар еще уверенно сөйлейді. Сонымен уверенно сөйлегенмен жындандырып тұрады бар ғой осындай форматта. Солай айтып нетіп жатсаңыз, все. Бастысы нақты оймен сенімділік болу керек. Енді тақырыптан бастайық. Тақырып қандай болу керек? Басты нәрсе бірінші бөлім, енді бірінші осындай тақырыптарды мысал ретінде көрсете кетейін. Бір категория болады, адамдардың бір категориясы болады. Соларды біз задевать етеміз. Жалпы соларға біз тиісеміз. Сол категорияны бірінші таңдап алуымыз керек. Ол категория қандай? Мысалы, күшті макияж жасайтын қыздар. Соларды алайық. Макияж күнде макияж жасайды. Олар деген жүр. Кейбіреулері макияж көбірек жасайды, себебі макияжсыз өзін көрсетуге ұялады. Ондайлар да бар. Иә, мүмкін араларыңызда бар шығар. Енді жігіттер емес, қыздар көріп отырсаңыздар, иә. Соларды өзінің ойында кішкене күмәнмен жүргенімен біз соларға тиісіп қалсақ бір тақырыппен, все. Қаралым жинайды. Назар точно аудартылады, қаралым жинайды, ана жазады. Не деп айтамыз? Күнде сағаттап боянатын қыз әдемі емес, сенімсіз, ол өзіне сенбейді деген тақырыппен ары қарай жалғастырып айтып жүрсек, неге осындай екенін әрине күнде боянып жүрген қыздар сразу бірден жазады ана жерде. Енді көбісі емес, кейде адамдар енді ақылды болады, ештеңке жазбай өтіп кетеді, себебі өзінің ойы деген сияқты. Бірақ біздің халқымызбен осындай форматта жазу, осындай форматта видеоларды жасау өте оңай триггерить етуге болады деген сөзді айтайыншы. Триггерить етуге болады, яғни тиісіп жіберуге болады. Вот. Сол осындай форматта. Сол себеппен біз айтып жатсақ, күнде сағаттанып боянып жүрген қыздар, міне, микрофон тұрады да, күнде сағаттанып боянып жүрген қыздар, олар негізі әдемі емес. Олар негізі өзіне сенбейді десек, все, ана жерде отырады ғой, қызымка, которая күнде, неге мен өзіме сенімдімін? Ты что? Не дейді мынау дейді, кетеді де өзін қорғайды ана жерде. Потому что оның миындағы жүрген бір ұстаным бар, соған қарай керісінше мына жақта шығып отыр адам. Опять айтайын, ақылды адам, мен жазбаймын бұндайларға, олардың ойы осындай форматта специально триггерить етеді. Бірақ енді әрбір адам ақылды емес, жаңа айтқандай біздің халқымызда өте оңай бұсындай форматта бірден назар аудартып көп қаралым жинау. Сондықтан бізде бұлай айтып жатсақ, көп қаралым спокойно жинаймыз. Келесі категория. Мысалы, донер жеп такси айдайтын жігіттер. Болады, донер жеп, мен де донер жеймін кейде, себебі ұнатамын. Сосын такси айдап донер жейтіндер, мысалы, таксовать етіп донер жеу еркіндік емес, амбицияның жоқтығы деген нәрсе. То есть адам деген таксовать етіп жүр күнімен, ол да жүрде, соны біз тиісіп жүрген кезде осындай ақпаратпен ойытады. Неге ол мен үшін ол еркіндік? Мен өзім үшін таксовать етемін. Неге ол айтып жатады деп тоже жазады ана жерге. Сөйтіп такси еще бір-біріне жібереді, ана таксимен жүрген донер жеген, Мақсан, сен всегда такси донер жіберсің, мына сен туралы деген сияқты жібереді. Келесі категория романтика күтетін қыздар, сондай да категория болады.
Соғандылар былай айтсақ, еркектер сыйлық жасауды қойған, себебі әйелдер тым қолжетімді болып кетті. Вот тоже. О жақта да спорный нәрсе, енді ары қарай жалғастырып, біз осы туралы айтып жеткізіп жатсақ, әрине өз-өзін қорғайтын жігіттер де қыздар да шығады бұл жерде. То есть айтады, жоқ, негізі сыйлық біз жасамаймыз, себебі осылай дейді. Қыздар айтады, мен қолжетімді болып кеткен жоқпын, неге солай сөйлейсің деген сияқты кетеді ана жерде, короче. То есть қарап отырсақ, бұндай тақырыптар осы категория, әртүрлі категорияда өйстіп тиісіп жібереді. Келесін көрейік. Мінезі өткір, дерзкий адамдар болады ғой, дерзкий. Соларға не деп айтамыз? Дерзкий болу ол харизма емес, ол кедей миллиардердің арманы. Вот. То есть адам деген дерзкий болып өзін сезініп тұрса, я мен сондаймын. Еще мына жерде қосып жүрсек, анандай айтады ғой, вот, андай жігіттер болады ғой, өзінше бір дерзкий, өтірік бір спортивканы киіп алады, нетіп алады, сөйтіп жүреді, еще и аватаркасını көрсең, машинесін қойып қояды, фотоларында всегда достарымен өйстіп фотоға түседі деген нәрсені қосып жүрсеңіз, все, кетеді ана жерде. Ол харизма емес, ол харизматичный адамдар емес, ол кедей миллиардердердің арманы негізі. Все, ана жігіттер, олар әрине жазады, сразу жазады. Олар еще боқтап, кәдімгідей боқтап жазып жүреді ана жерге. Келесі категория. Классикалық стильмен киінетін жігіттер, оны да алуға болады. Жалпы, мынау мен 6 категория мысал ретінде бердім. Сіздерде қандай категория болады, сонда әртүрлі чипсы жейтіндер, кешке жақын киноға баратындар, бокспен айналысатын әртүрлі категорияны табуға болады. То есть көп сондай адамдар бар болып жатса, соларды біз тиісіп жерсек осылай, бітті. Триггер жұмыс істейді бұл жерде. И оларға айтсақ біз, жаңа классика киетіндерге. Классикамен киінетін жігітпен өмірде қызық емес, қауіпсіз ғана дейді. Мен о жерге негізі жазым келіп тұрады. Негізі жоқ, жазым емес, ең бірінші ой келеді. Мен кейде классика киемін, неге мен қауіпсізбін? Мен жап-жақсы адам негізі, ондай ой ештеңке жоқ менде деген сияқты кетеді ана жерде. Ал жігіттер, которые классика киіп жүретіндер, жазғысы келсе мына жерге обязательно жазады. Тағы да қосып мына жерге айтып жатсақ, классический киім киеді ғой, андай өте бір рубашка сөйтіп, типа сондай сағат нетеді, олар негізі өте қауіпсіз адамдар деген сияқты айтып жатсақ, все. Тоже триггер работает. Алтыншысы, хабарламаларға тез жауап беретін адамдар. Көп адамдар кейде ұзақ сообщениелерге жауап береді, кейбір адамдар тез жауап береді. Мына жерге былай айтылған. Жедел жауап беретін адамдар, тез жауап беретін адамдар, бай, уақыты нақты адамдар дейді. Сонда мына жерде екі адамдардың категориясын біз тиісіп отырмыз. Ол қандай? Біріншісі тез жауап беретіндер, екіншісі ұзақ жауап беретіндер. Тез жауап беретіндер не істейді? Олар қараған кезде, мен бай, уақыты нақты адам, мен шынымен де баймын. Немесе олар бай болады деп айтып жатсақ та, ол өзіне ұнатып, все, досына жібереді, сен де тез жауап бересің ғой, біз бай боламыз деп. Екінші категория ұзақ жауап беретіндер. Олар деген өзінің қорғаусы келіп кетеді. Қорғайды, жазады ана жерде. Мен былай жауап беремін, бірақ негізі өзімде баймын, нетемін, шүкір, анамна деген сияқты кетеді. То есть, осы мысалдармен категория арқылы біз таңдап и тақырыпты соған қарай бір таңдап айтып жатсақ, бізде қаралым точно жиналады. То есть біз 100% бұл жерде назар аудартамыз. Просто біз артық кетіп қалмасақ болды. Ол туралы кішкене біраздан кейін айтамын. Артық кетіп қалу десем. Қарап отырсаңыздар, өте хейт көп болады оның ішінде. Ол туралы айтамын. Өйстіп категорияны таңдаймыз, соларға не айтып жіберуге болады. Все. Анандай да бар, дорама көретін адамдар, например, айтады, соны қазір разбор жасағанда көреміз соны. Айтады, дорама көріп жүретін қыздар, олар деген байға ешқашан тимейді. Себебі олар осындай нәрсені армандап жүреді, бүйтеді, менің нәрсем тоже кетеді ана жақта. Сондай категорияны таңдағанымен соларға тиісіп жүрсеңіз, страшно жұмыс істейді бұл нәрсе. Сосын, келесі. Категорияны таңдаған кезде бірден айта кетейін, ол деген сразу ондай көп сондай адамдар болу керек те. Мысалы, бойы кішкентай адамдар, олар мынандай болады деген сияқты айтып жүрсек, бойы кішкентай адамдар өте көп. Бойы ұзын адамдар мынандай болады десек, тоже айтып кетеді. Әрбір адамның қарындасы бар, сол деген былай десе, тоже қарындастардың әрбір адамның бар, сөйтіп, то есть категория таңдағаныңызбен, ары қарай тақырыппен уже жеткізуге болады. Келесі, енді видеоны қалай бастаймыз сондай, тақырыпты, то есть біз таңдағанымызбен, мазмұнды, таңдағанымыз теманы таңдағанымызбен басына назар аударту керек. Бұл жерде бірден нақты
сразу айта кетеміз. Вот мысалы, тақырып қарым-қатынас туралы, иә. Сен неге жалғызсың, білесің бе? Себебі сен өте ақылдысың. Міне, сразу ойлайтшы, жалғыз жүргендер, өте көп тоже жалғыз жүргендер, себебі сен өте ақылдысың дейді. Анау сразу, мен жалғыз жүрмін, мен өте ақылдымын ба? Бұл жерде кішкене позитив ретінде айтылады, мысалы, тоже негативный и позитивный бар. Позитив ретінде нетеді, тағылып жақсы, сен ақылдысың, себебі сен қазіргі кезде дәл сол жігітті тапқан жоқсың, ол саған бұйырса келеді, анау десе, оны иә деп кетеді, сөйтіп короче жайнап, даже құрбыларына жібереді, ей, біз оказывается ақылдымыз деп кетеді мына жерде. Келесі тақырып мысалы еркектерге, иә, арналған. Ешбір еркек өзі төлейтін әйелді құрметтемейді. О, все, кетеді мына жерде. Тоже резонансты нәрсе. Бұны да дұрыстап жеткізіп айту керек бұл жерде. Әрбір әйел адамдарда мына жақта триггер жұмыс істейді, олар да жазады, және еркектерден бұл жерде жазады. Неге? Менің әйелім өз-өзіне төлей алмайды, себебі ол декретте отыр, анау-мынау деп кетеді мысалға. Боксқа баратын еркектер қорқақ болады. Бітті, кетеді мына жерде. Боксқа деп, борьбаға баратын, күреске баратын, олар негізі қорқақ болады деп айтып жатсақ, все. Себебі осылай айтып жатсақ, мына жақта все, бокс сататындар бәрі шыға келеді, олар сразу бір-екі удар кетеді ана комментарийде. Жазып, үйтіп кетеді. То есть, қарап отырсақ, бірден айту керек те, ана жақта басталмайды. Достар, саламатсыздар ма? Есімім Елдос болады. Бүгінгі күні осы рилста мен сіздерге деп басталмаймыз. Ешқашан олай басталмайды. Пофиг сіз кім екеніңіз деп. Бірден осылай бастап кету керек. Келесі, карьера бойынша көп ақша табатын адам негізі кедей болады. Сразу көп ақша табатын адам негізі кедей болады. Бұл деген әрбір адамның өзінде басында бір ұстаным бар ғой, то есть көп ақша табатын адам негізі ол бай адам деп ойлаймыз. Мына жерде кедей болады дейді. Кедей дегенмен мүмкін ол ана ішкі бір дүниесін айтатын шығар, там ақшасы бар болса да, ол там өз-өзін там бақытты сезбейді деген, солай бірдеме айтылатын шығар бұл жерде, бірақ назар аудартылды. Келесі, жігіт таксист болып жүрсе, оған ешқашан тиме дейді. Тоже вот таксист ретінде тоже неге мен таксовать етемін, мынандай бизнесім бар, өйстіп бар, неге мен осындаймын деп қорғайды өз-өзін. Қыздар да сөйтіп жазады. То есть резонансный нәрселер бұл жерде. Басынан бірден назар аудартып, бірден айту керек. Созбаймыз, сразу айтып кетеміз. Өте қарапайым нәрсе қарап отырсақ. Енді бір 3-4 видеоны аламыз да, қазіргі кезде мен сіздерге ашып, көрсетіп, бір разбор жасап кетеміз. И тура жаңағы нәрселерді соның ішінде байқаймыз. Сіздер болашақта сондай видеоны көріп қалған кезде сіз түсіне кетеміз. Мыналарға арналған, осы категория адамдарға осылай назар аудартты, басында айтты. Енді комментарийде өйстіп бәрі дауласып нетіп жатыр, себебі ол деген осындай резонансный бір тақырыпты таңдады. Қазір бір көріп кетеміз. Так, осындай форматта бірден разбор жасап кетейік. Жаңағы подкаст форматтағы, интервью форматтағы видеоларды мен жақта кішкене дайындап қойдым. Соларды көріп, жаңағы тура айтылған нәрселерді түсіне кетесіздер, мен не туралы айтып жатқаным. Ең біріншіден мынадан бастайық. Жігіттер махырды алып тастады деп қуанбай қойыңдар. Өйткені махырды қалың малмен бірге қосып бересіңдер бәрібір. Мен мысалы махырға всего лишь 2 килограмм алтын сұраймын деп отырмын. 2 килограмм алтын теңгемен шыққан кезде всего лишь 20 миллион болады екен. Көбілеріңізге бұл ақша көп болып көрінуі мүмкін. Бірақ мен ондай махырге лайықпын. Неге? Здесь понятно, я? Сразу махыр туралы, махыр деген қандай категорияны бұл жерде тиіп отыр, өте үлкен категорияны тиісіп отыр. То есть әрбір адам махыр туралы біледі, қазіргі кезде вообще хит болып кетті махыр туралы айту, мет деген нәрселер кетті. И қарап отырсақ, как всегда, комментарийдің барлығы максимум түрін бір донер болып тұр ғой. Кетеді, короче. Мынаның барлығы, осының барлығы осылай жазу, айту, мына жерде тұрып, енді боқтаған да бар арасында. Осының барлығы бізде үлкен статистика беріп жатыр, сол себеппен көп қаралым жинап жатыр. Қанша қаралым болды, бір қарай салайық мына жерде. 604 мың қаралым жинады. Келесіні көрейік. Қарап отырсақ, бірден назар аудартты, басында сразу. Так. Кішкентай қыздың жігіттері ертең миллионер болады. Неге? Себебі оның бойы кішкентай болғанмен ойы үлкен да. Әрбір еркектің артында кішкентай болып. Қазір жаңа функция шықты ғой. Мынау деген позитив жағынан, Мынау деген бойы кішкентайларға, 98.700 бойы кішкентайлар бар, соларға жіберіп тастаған. Менің бойы кішкентай ғой деп сөйтіп жіберіп кетті. Мынау позитив ретінде табылған тақырып, осылай айтылып, қаралым жиналған, И қарап отырсақ тоже ең басында бойы кішкентай қыздың жігіттері ертең миллионер болады. Бірден
назар аудартылды. Бойы кішкентай қыздардың жігіттері ертең миллиардер болады. Все. Бойы ұзын жігіттердің қыздары ең бақытты болады. Себебі олардың күйеулері миллиардер болып кетеді жақын арада деп айтсаңыз, тоже кетеді. Сөйтіп кетеді. Шашын осылай укладка жасайтын жігіттердің ақшалары өте көп болады. Тоже кетеді. Оны маған сразу айым жіберіп кететін мысалға. Так, келесін көрейік. Басы қатты істейтін адамдар кедей болады. Неге? Өйткені Вот сразу ойлаймыз, басы қатты істейтін адамдардың негізі кедей болады дейді. Басы бір жағынан ойлаймыз ғой, неге басы қатты істейді, значит бай болады ғой деген сияқты. Резонанс нәрсе уже басында айтылып отыр. Бірақ ары қарай шынымен де дұрыстап мына жерде жеткізілді. Бұл нәрсемен негізі бар ғой, негізі сондай нәрсе бар кішкене. Кедей адамның қатты басы істеп тұрса, ол деген не нәрсеге қорқады? Қадам жасауға қорқады, себебі ол деген әр түрлі анализ жасап тұрады. Былай істесем былай істейді, былай істесем былай болады, былай болса. Кедей адамдардың басы істемей тұрса, ол деген сразу просто алады да, жасай береді. Істеп жасай береді, сөйтіп нәтиже бас істеп тұрған уже ойланып отыр, так мен былай істесем осылай болады. Былай. Вот негізі бір жағынан шынымен де бір ғой, сөйтіп кетті де, комментарийді оқысақ тоже осылар кіммен сөйлесіп отырады деген әлі үйренбей жатыр адамдар осы форматқа. Заңның білімнің көптігінен бір нәрсені шешім қабылдау үшін. Кетті ары қарай. Сосын мынау 17-18 жасында жігіттермен сөйлесіп тұрмысқа шығып кететін қыздарды вообще түсінбеймін. Өйткені тоже то есть 17-18 жасындағыларда бар тұрмысқа шығатын, ол туралы қатты біз айғайлап кетпейміз, себебі әрбір адам, әрбір қыз өте әртүрлі, әрбір семьядан шыққан, бірақ бұл қыз деген уверенно осы туралы айтып айғайлап шығарып отыр мысалға. көп қыздар ерте тұрмысқа шығып дамып үлгермей қалады. Мысалы мен өзім мектеп кезінде де, колледжда да, универда аяғында айтады, мен деген қазір кезде осындай табыс істеп жүрмін, сіз де үйренгіңіз келсе осылай істеңіз. Көп қаралым жинап кетеді де, сосын адамдар енді жаңа воронка дейді ғой, осымен адамдар мүмкін курсын оқып, ары қарай тегін сабағын қарай ма, сөйтеді, короче. Так. Ең сұлу қыздар, олар ұйқыбастар. Байқайсыздар ма? Олар міне. Мынау да енді негізі енді научно доказанный нәрсе емес әрине. Ең сұлу қыздар ұйқыбастар. Енді көп қыздар да болады, жігіттер де болады, көп ұйықтайтындар. Мына жерде конкретно қыздар туралы айтып жатыр. Конечно, мынау 34 мың жігіттер ма қыздарына жіберген, құрбылар мына бір-біріне жіберген, сөйтіп уже кетіп қалды сразу. Ары қарай не деп? Сабақта болсын, жұмыста болсын, постоянно сонная болып жүреді да, ұйқысы кеп. Олар ұйқыбас екендерін мүлдем мойындамайды. Әдемі қыздар олар солай жаратылған. Көп ұйықтаған сайын олар сұлу бола түседі. Өте қысқа қарап отырсақ бір үлкен смысл жоқ, просто сондай нәрсені айта салды да, сонымен көп қаралым жинап кетті. Бұл да 1,5 минуттық та емес бұл видео мысалға. Солай да бір осы бір тоже бой қысқа болсын, андай болсын, ең сұлу қыздар су ішіп жүреді десеңдер де тоже кетеді. Кола ішеді. Ең сұлу қыздар пицца көп жейді десеңіз, все, суши жейді десеңіздер, тоже кетеді, короче, сондай. Качок жігіттерге негізінде қыздар қарамайды, оларға еркектер қарайды. Вот тоже резонансный нәрсе, качок жігіттерге, мына негізі орыс тілінен алынған, вообще ағылшынша бұндай форматты көргенмін, біреу айтқан, тура осы тақырыпты айтқан, что қыздар қарамайды, көбінесе жігіттер қарайды деп. Бір жағынан менде мысалы кезінде качок болған кезде, тренировка жасаған кезде, қайта бастау керек еді. Тренировка жасап жүрген кезде әрине жігіттердің осындай формасын қарағанмын, ойлаған, осындай бір бицепс анауында болса екен, мынандай арқаң болса екен деп қарайсың, бұл жақта мынандай не жақты жоқ қандай. Ұнату, маған сондай жігіттер ұнайды деген нәрсе емес бұл жерде. Бұл жерде просто соған ұқсас болғың келеді деген сияқты. Әдемі көрінеді екен там. Харизмаңды көтереді, саған көбірек қыздар қарайды деген сияқты. Енді қазір әйелің бар, балаң бар, сонымен тастап кеттім ол нәрсені. Вот, короче, енді резонансный нәрсені сразу айтып жерді де, бұл факт та, негізінде качок... Көсесін өзі түсіндіреді, что качок болып жүрген, тренировка жасап жүргендер көбісі қалайды. Мына жақта дұрыс түсінбегендер, дрищтардың өзі жұбатуы, дұрыш нефор болу керек па, кетеді, короче, ар жағында. И мынаны қарап кетейік.
бойы ұзын жігіттер махаббатқа адал болады ше, прям олар мынау да позитивтік, иә, сразу бойы ұзын жігіт махаббатқа адал болады, иә, сразу бойын ұзын жігіттер, мен махаббатқа адалмын, жіберді маған, кетеді, короче. сында Маша и Медведь сияқты еркелеп жүре бересің, кез келген жерде саған поддержка береді, ешқандай запрет қоймайды. То есть опять екі категорияны, иә, то есть бұл жерде иә сондай жігіттер де бар, бірақ бұл научный доказанный нәрсе емес. Әрине бойы ұзын жігіттер кейде там дұрыста қарамайтындар да бар мысалға, иә, ондайлар бар мысалға. То есть бұл жерде комментарий жазуға прям қатты триггер болып тұр. 860 комментарий. Сондықтан кейбір адамдар өзін қорғап та айтады, жоқ, бұл шын емес, өтірік, бойы ұзын жігітпен жүргенмін, сондай болған нәрсе ондай емес деп сияқты, то есть доказывать етеді бұл жерде. Вот, достар, то есть мынаны аша беруге болады негізі. Осындай бір кішкентай разбор болсын, сіздер де болашақта көрген кезде осындай видеолар енді байқап отырасыздар, қандай категорияны тиісіп отыр и қандай тақырыпты ашып отыр. Достар, енді сіздер әрбір осындай сұхбат ретінде видео шығып жатса, мен бір екеуін сақтап едім жаңағы видеоларды. Менде уже сұхбат бойынша сондай видеолар шығып жатыр. Бұл формат әлі де өлмейді, бұл формат әлі де жүре береді. Сіз де дәл осындай форматта жасай аласыз бұндай видео. Просто ойлап көріңіз, қандай мен категория адамдарды таңдай аламын және қай жағынан соларға тиісе аламын деп. Бірақ негатив өте көп келеді. Достар, өте көп келеді негатив. Бұл жерде хейтті өте көп келеді. Хейтті көтере алмасаңыз, негативті көтере алмасаңыз, бұндай видео жасау қажет емес. Сіз деген эксперт болып жатсаңыз, өзіңіздің бір салаңызда, мысалға, немесе блог жүргізіп жатсыз, тамақ пісіру бойынша болсын деген сияқты, сізде де тақырыптар табуға болады резонансный, бірақ хейт әкелмейтін, ондай да тақырып табуға болады. Дәл солай да жаңағы сияқты назар аудартуға болады. Тек негативпен ғана емес. Жаңағы оңай жолы, бірақ хейттің астында қаласыздар. Сосын сіз туралы ойлаған кезде көпшілік адамдар айтпайтын болады, мынау мықты негізі дәрігер деп айтпайды. Мынау ана дәрігер ғой, қуып кеткен осы туралы айтқан деп айтады. Поэтому бұндай форматты мен қатты көп қолдамаймын, бірақ жаңағы кісілерді көрсеттім, шығардым, мен оларға ешқашан қарсы ештеңке мына жақта айтып отырған жоқпын. Если что, вообще Ақбота ханымды тоже көбірек контент, оған еще жазылғанмын. Негізі ол деген осы енді көрдік қой барлығымыз сол форматта там Есентайға барып плов жейді, сол туралы кетті, бірақ ол әдейі тиісу үшін сондай нәрсені жасады, чтобы көп оқырман жинады, көп қаралым жинады. Хейтті көтере алатын адам ол негізі, өте өзіне уверенный адам. И сонымен де көп подписчик жинап та ақша тауып отыр мысалға. И бірақ бірде Әлішер мырза бар, Теменов деген, ол да продюсер, бір кезде Мұқағали Мақатаев туралы айтып кеткенмен сондай да жағдай болды. Менде енді әрбір адам қателеседі, сондай бір жағдайға да кірікпетпеңіздер деп айтамын. И қайта айта кетейін, жаңағы кісілерге мен вообще қарсы емеспін. Адам деген өмірінде қателік жасайды, бірақ ол да әрине дұрыс емес, бәріне сабақ болды, сонымен артық кетіп қалмаймыз. И артық кетіп қалмайтындай тақырыптар спокойно табуға болады. Өте оңай. Сізде солай парақшаңызды дамыта аласыз. Көп қаралым жинап, оқырман жинап, танымал болып, курс сатасыз ба, немесе эксперт ретінде консультация жасайсыз ба, дәрігер ретінде там парақшаңызды личный брендті дамытқыңыз келеді ме? Оңай солай жасауға болады. Өнім сатасыз ба, тауар сатасыз ба, болады. Сіздің де салаңызда қарапайым тақырыптар табу, который тоже көп қаралым жинайды. Менің шәкірттерім мына жақтағы осы видеоларында 2 миллион жинаған, 317, 2,5 миллион, 4 миллион жинаған. Бірде хейт болған жоқ бұл жерде. Бірде анандай резонансный тема болған жоқ. Барлығы, қалай айтсам, экологичный, таза тақырыптар. Просто олар түсіне кетті. Мен оларды үйретіп қойдым, қалай дұрыс тақырыпты таңдайды және қалай дұрыстап назарын аудартады, монтажын қалай жасайды, осылай видеоларын шығарып отыр. Мына жерде осындай видео қаралымдар көп жинап жатыр. Өзім жаңағы кімдер бұл қандай парақшалар деп жатсаңыздар, өзім парақшамда кейстер деген бар, сол жақта барлығын оларды салып қойғанмын. Сөйтіп парақшаларын дамытып, қазір мықты танымал өзінің саласында эксперттер болып жатыр. Вот, өте оңай нәрсе негізі. Так что ойламаңыздар, обязательно студия болу керек. Міне қарап отырсақ, ана жақтың барлығы студияда түсірілген жоқ. Рауан ханым 317 мың қаралым жинаған, үйінде түсірген. Мынандай жарық, ештеңке жоқ.
өзінің телефоны бар, соңғы iPhone да керек емес, ол барлығы артық нәрсе. Петличка да басында керек емес нәрсе. Енді кішкене тәжірибе жинап қаражат жетіп жатса, сонда бәрін аламыз. Андай бар ғой, ана күйеуіне айтады, бүкіл бәрін ал сатып алып берші, давай маған, мен контент бастайын деп жатырмын, бәрін сатып алады да, сосын құрымен қалады. Жоқ, телефоныңыз болса болды. Просто бұлар сияқты да үйреніп алуға болады спокойно. Мен дәл сонында сізге де үйрете аламын. Мен осы форматта да қалай жасаймыз, прям хайповать етіп, прям атып кеткеніңіз келсе де болады. Бұл как раз жаңа модульді мен қосайын деп жатырмын. Осы интервью форматта біз қалай осылай хайппен шығып, енді қатты кетіп қалмай, кішкене орташа резонансный темаларды ашып нетеміз. Және де өзіңіздің салаңыздағы қалай эксперт боламыз, съемкасында үйретеміз, қалай біз түсіреміз, жасанды интеллектпен қалай жұмыс істейміз, жаңағы тақырыптарды қалай табаймыз, соның барлығын мен сізге өте оңай үйрете аламын. Оған қатты көп уақыт керек емес. Қазіргі кезде оқып алғыңыз келсе, қазіргі кезде как раз керемет бір жеңілдік, көпшіліктің сұранысымен менің оқырмандарым сұрап жатыр, сонымен күшті жеңілдік жасап жатырмын. Ақпарат керек болып жатса, менің парақшама кіріп, ана жерде сілтеме тұр, соған бір басып өтіп жібересіз де, и сізге жауап беремін мына жерде. Вот, достар, оқимын десеңіз, курс бойынша толық ақпарат сол жерде айтылған. Рахмет, осы сабақ жалпы айта кеттім, қалай бұндай видеолар көп қаралым жинайды, өзіңіздің салаңыздағы ойлап кетіңіздер, мүмкін даже сабақ оқымай-ақ біз тауып кетсеңіз де жасап көріңізші, бірақ байқап категорияны дұрыстап таңдаңызды, қатты кетіп қалмай қана жақта политиканы қосып, жаңағы діни жаққа тиіспей қойық о жаққа, өтініш, олай қатты нетпей қойыңыздар. Бірақ кішкентай категорияны таңдап, сол жаққа деп, жақсы жағынан көріңізші, позитив жағынан жасап көріңізші. Мысалы, блогыңызды жүргізіп жатсаңыз, мысалы, жаңағы позитив жағынан видеолар болады. Қазіргі кезде андай айтқаншы, бір видео көргем. Дархан Жолшыбековтың кім бар ғой, ағасы бар. Оның аты Ақтілек пе, сол ғой деймін. Сол деген осындай видео шығарған, осы менің қарындасым болса, осылай оған айтушы едім дейді. Қарындасым осындай бол, мынандай бол, ақыл айтып, оған көмектесуші едім дейді. Ана жерде бітті, айбай, мен сенің қарындасың болып кетеді деп кетеді ана жақта. Сосын даже бойы кішкентайлар туралы айтыңызшы. Бойы кішкентайлар негізі ең ақылды болады. Олар осындай болады, былай болады. Оларды сақтап жүру керек, оларды сүйіп, құшақтап жүру керек деген нәрсені айтсаңыз, бітті, бойы кішкентайлардың бәрі бір-біріне жіберіп кетеді. Сондай даже қатты ар жағына кетіп қалмай, негативпен, позитивпен де көріңізші осы форматта. Түсіріп салып көріңіз. Студияда түсірмей қойыңыз, машинада отырып түсіре салыңыз, үйде отырып түсіріп айта салыңыз мысалға ше. Просто айтасыз, осы бар ғой, негізі бойы кішкентайлар болады ғой, негізі солар өте ақылды болады. Солар мынандай болады, осындай болады. Бойы кішкентай құрбыңа жіберіп қой, немесе досыңа жіберіп қой деп айтсаңыз, все, жібереді. Қаралым 100% жинайсыздар. Осы видеодан кейін жасап көріңіздер. Немесе барлығын оқып алғым келеді, осы форматта жасағым келеді, парақшамды дамытып, танымал, өзінің саламда эксперт болғым келеді, наконец-то осы бастап жасап келгім келеді. Немесе қазіргі кезде жүргізіп жатсыз, қаралым жинамай қиналып жатсаңыз да жазыңыздар. Менің курсым бастапқыларға да арналған, және жалғастырып қаралым жинамай жатырларға, соларға да арналған. Вот, достар, назарларыңызға рахмет. Бір ғана өтініш бар, как всегда, осы видеоға бір комментарий жазып жіберіңіздерші, өтініш. Қалай сізге ақпарат болды, ұнады ма, қандай бір инсайт келді, бөлісіп жіберіңіздерші, өтініш. Осы YouTube-тағы көріп отырған каналдағы видеома комментарий жіберіңіз. Мен соны оқығаннан мен қатты шабыт аламын, түсіне кетемін, адамдарға қызық, керек екен деп лайк басып, сөйтіп комментарий жазып жіберіңіздер. Осындай видеолар тоқтамай мен сала беретін боламын бұйырса. Бұндай ақпарат менің ойымша енді адамдар сатады, қатты енді мен тегін ретінде өйстіп жеткізуге болады, айтуға болады, адамдар білу керек, біліп жүру керек. Сәттілік тілеймін сіздерге, жасаңыздар, істеңіздер, сіздің қолыңыздан барлығы келеді, соны ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.